Қадірлі қонақтар, қадірлі Ереке, Астанадан көңіс тындырып келдіңіз. Бүгінгі жалпы осы тіл білімі институтының соңғы 17 жылдан бері алаш арыстарына жасап келе жатқан қызметінің әрқайсының бәрінің шоқтығы биік тарихи деңгейде өтіп жатқан шаралар. Соның ішіндегі Елдес Омаровқа арналған бүгінгі шараның мына біздің рухани жаңғыру менен елбасының сонымен қатар қазіргі 7 жарғы менен бәрімен байланысты түрде іске асырылуының өзіндік себептері, өзіндік мотиві бар. Жалпы қазақтың елі ол бір қасиетті ел. Қазақтың жұрты да, жүрегі де, болмысы да бөлек ел. Сондықтан да біздің алаш арыстарымыздың қанша кеш болса да ақталып, өзінің еліне, өзінің ұлтына қалай қайтып келсе, әрбір еңбектің де орны тура сондай. Елдес Омаров өте кеш қолға алынғаныменен өзінің атқарған ісі бір Алланың, бір қасиеттің, бір киеннің қолдауыменен ұлтына, жеріне қайта айналып, енді біз өзіміздің жаңғыруымыздың жаңа беттерін ашып отырмыз. Тәуелсіз Қазақстан слайдқа қарап отырыңыздар, мен келесі Айжан екінші слайд бере ғой. Тәуелсіз Қазақстан ол ұлы дала елі. Ұлы дала елінің қасиетті киесі ұлт, тіл, жер, дін және діл барлығы бірігіп келіп, мәңгілік елдің ең басты өлшемдерін құрайды. Ал мәңгілік елдің ерекшелігі ол ұлттық код пен ұлттық сана. Келесі. Енді Елдес Омаров жаңағы қасиетті мәңгілік елдің, ұлы дала елдің білімін, ғылымын, әлеуметтік қоғамдық шеңберде алаш арыстарымен қатар жүріп атқарған бір үлкен жұлдызды шоғыр. Елдес Омаров қоғам қайраткері бола отырып, қоғамдық гуманитарлық саламенен айналысқан, жаратылыстану саласымен айналысқан ғалым, физика, математика саласымен айналысқан педагог әрі қайраткер. Келесі. Енді тілтаным саласындағы, яғни қоғамдық гуманитарлық саладағы Елдес Омарұлының көрсеткіштеріне қараңыздар. Фонетика, грамматика, синтаксис, терминология, орфография, әліпби, емле, жалпы дыбыс жүйесін толық қамтыған, кешенді, толыққанды еңбек жасаған адам. Сондықтан да ол педагогикада, терминологияда қазіргі рухани жаңғырудың ең өзекті мәселелерін қозғап қана қойған жоқ, сонымен қатар бүгінгі күнде соны жалғастыруды, сабақтастықты ұластырып отырған ерекше ғалым. Келесі. Енді қоғамдық гуманитарлық саналы айттық, енді физика, математика, немесе жаратылыстану ғылымдарында сіңірген еңбегін қарасаңыздар, механикаға, акустикаға, физика, алгебра, геометрия, көрдіңіздер ме, қандай әмбебап ерекше тұлға болған. Сонда осы ғылымдарға қатысты бүткіл қазақ тіл білімінің төл сөздеріне жасалған терминологияның барлығын жаңаша құрастырған, жаңаша іске қосқан қайраткер тілші. Келесі. Елдес Омарұлының жаңалықтары неден тұрады? Көңіл аударыңыздар. Бірінші, қазақ тілінің төл сөздік қорын жинақтаушы. Жаңа Ерекең Ерден Задаул айтты, біраз мысалдар келтірді. Сонда қазақтың сөзінің сөз мәнерін де, жазу сауаттылығын да толық қолдап қана қоймай іске асырған. Жаратылыстану ғылымында, гуманитарлық салада және физика, математика саласында біздің бүткіл қазақтың сөз байлығын ерекше танытқан ғалым. Сондықтан сөздік қорды жинақтаушы. Екінші жаңалығы, оқу білімге жаттықтырушы.
оқу білімге жаттықтырушы болғанда бір кереметі Елдес Омарұлы Ташкентте, сосын оқу ағарту институтында, медицина институтында жұмыс істегенде қазақтарға орыс тілі пәнінен жазған адам. Сонымен қатар барлық физика, математика ғылымдарының жаңа терминологиясын қолданған. Сонымен қатар орыстарға қазақ тілі пәнінен сабақ берген. Медицина институтында орыс топтарына қазақ тілі пәнінен сабақ береді. Онымен қатар орыс мектептерінде қазақ тілі, қазақ мектептерінде орыс тілі пәнінің дамуына еңбек сіңірген. Сондықтан оқу білімге жаттықтырушы. Келесі, білім үдерісін ұйымдастырушы. Тұра тұрыңыз, жаңағы білім үдерісін ұйымдастырушы деген анықтама неге беріліп отыр? Өйткені қазіргі біздің ғылымдағы үздіксіз білім жетілдіру, білім сапасы дейміз, соның барлығында Елдес Омаров мектептен бастап, одан кейінгі орта білім, одан кейінгі жоғарғы білімге дейінгі сатыларды түгеліменен жүйелі қамтып отырған. Келесі жаңалығы ұлттық термин қалыптастырушы. Келесі жаңалығы жаңа ұстанымдар түзуші. Осы қоғамдық, әлеуметтік жаратылыстану ғылымдарын дамыта отырып, Елдес Омаровтың ең артықшылығы, ерекшелігі барлығы тек бір ғана ұлттық ұстанымға сүйенеді. Бүткіл принципі ел, халық, ұлт, содан кейін қазақтың сөз байлығы. Осының барлығы жинақталып келіп, Елдес Омаровтың жаңалықтары рухани тамырымызды және озық әдеби тілімізді қамти отырып, бүгінгі рухани кодты шешетін іргелі мәселелер болып табылады. Сонымен Елдес Омаров келесі кім? Айжан. Кім? Ағартушы, ғалым, тілші, аудармашы, публицист, педагог, терминолог, ұстаз. Келесі. Елдес Омаровтың рухани жаңғырумен байланысты бүткіл әрекеті мәңгілік елді қалыптастырудың ең алғашқы тарихи түпнұсқасын жасаған. Ол ұлттық рух пен ұлттық тәрбие, әлемдік өркениет, ең бастысы кәсіби маман. Қазіргі біздің 21 ғасырдағы алдымызда тұрған мақсат интеллектуалды тұлға тәрбиелеу. Демек, бүткіл еңбегі осы мақсатқа жүгіндіріледі. Келесі, Елдес Омаров қамтыған жазу мәселелері. Енді осыған көңіл бөліңіздер. Қандай әмбебап тақырыптарды қамтиды? Тіл заңын бұзбау керек дейді. Емле өзгертуге арналған жобаны тиянақты жасау керек. Емле мәселесі, қазақша жазу жайы, қазақша пән сөздер, қазақтың дыбыстары бәрі айналып келгенде ұлттық негізге бағынады. Келесі. Енді Елдес Омаровтың жазу жөніндегі пікіріне құлақ салыңыздар. Былай дейді: қазақша жазу жеңіл болу үшін де, дұрыс болу үшін де дыбыс жүйесінше болу керек. Екінші, біз жазу ережелерін тексеріп түзеткенде, оның дыбыс жүйесінше болуын ескеруіміз керек. Келесі, біз өз емлеміздегі дыбыс жүйесінше дегенде, оны басқа тілдердің емлесімен салыстырып, дыбыс жүйесінің жолына анағұрлым жуық болған соң, сонымен ғана дыбыс жүйесінше дейміз. Бірақ қазақша жазудың жүйесі дыбыс жүйесінше дейміз ау. Бірақ таза дыбыс жүйесінше болып шығатын емле ешбір тілде толық жоқ. Онда емленің болуы мүмкін де емес. Демек, қазіргі латын харпі туралы бәріміз көп талқыға салып жатқан кезде, қазақ тілі дыбыс жүйесінің тілі бола отырып, өзіндік ішкі заңдылықтарды, ішкі параметрлерді, өлшемдерді өзгертіп отыруымыз керек деген принципті ұсынады. Келесі. Елдес Омаров қолданған әдістемелік код неден тұрады? Бірінші, тиянақ. Жазылуына көңіл аударыңыздаршы. Тиянақ қалай жазылады?
Ал біз осының бәрін я қайда, сия қайда деп әлі айтысып жүрміз. Айтыспай-ақ осыған жүгінетін сөз тұр ғой. Тиянақты Елдес Омаров мынандай анықтама береді. Дәлелсіз ақ шын екені өзінен өзі көрініп тұрған шындар дейді. Ақиқат деген сөз. Оған дейді, біздің методикада қазіргі кездегі осы тиянақ жетіспей жатыр. Өйткені шынды ақиқат деп дәлелдеудің қажеті жоқ. Ол шын. Екінші, әдістемелік коды түйін. Шын екені дәлелмен ыспаттағанда ғана ашылатын шын. Оны дәлелдеуді қажет ететін түйін сонда ғана, егер оны дәлелдей алсаңыз ғана түйін болады. Қазір кез келген кітапты алсаңыздар бәр тұжырымнан тұрады. Теорема. Ал теореманы дәлелдеу керек. Ол тілде де, математикада да, физикада да. Тағы бір әдістемелік жүйесі. Жетектесу амалдары. Оны мынандай анықтама береді. Өзара байланысты методолар. Іліктесу, септесу, жанасу, қиысу. Біздің ереже, теорема бола парадигма бола ылғи жүйелі болу керек деген сөз. Тағы бір сөзіне көңіл аударғым келеді сіздердің. Ымырашылдық, ассимиляция процесін Елдес Омаров ымырашылдық дейді. Ішінде бірақ дыбыс өзгереді фонема. Диссимиляция құбылысы ымырасыздық. Қандай керемет. Көрдіңіз бе? Таза қазақтың төл сөзі. Келесі. Елдес Омаров ұсынған рухани код парадигмалары неден тұрады? Қорыта келгенде манадан бері айтқанымыздың барлығы рухани кодқа келіп тіреледі. Ол не? Жүйелі білім, тоғыспалы ғылым, халықтық негіз, ұлттық сана. Тоғыспалы ғылым деп, ол барлық қазіргі интеграцияны негізге алатын ғылымның ортақ тағы да ұлттық принципін айтып отыр. Келесі. Сонымен Елдес Омаров ұсынған танимдық парадигма өте әмбебап, универсал болғандықтан қоғамды қамтиды, адамды қамтиды. Ең бірінші адамдық тұлғаны қамтиды. Содан кейін қоршаған ортаны, әлеуметтік мүддені, мәдениетті, білімді, интеллектуалды әлеуетті тұлғаны, ғылымды барлығы айналып кеп ортадағы бірақ өзекке сүйенеді. Ол немене? Ол ұлттық болмыс. Кім болсаңыз о болыңыз, рухани тамырыңызды сақтай отырып, өркениеттің әлемді меңгере отырып, тек қазақ елін сақтау үшін тек ұлттық болмысыңызды сақтасаңыз ғана, сіз ұлттық білімге жетесіз, өркениетке жетесіз, ең мықты елдердің қатарынан орын аласыз. Әйтпесе көптің ішінде, көптің шаңында қалған мен ағылшын тілін керемет білсеңіз де, неміс тілін керемет білсеңіз де, қазақ тілін білмесеңіз, ана тілін білмесеңіз, анаңызды білмегеніңіз, баба тілін білмесеңіз, әкеңізді тілін білмегеніңіз, айналып келгенде әкеңізді де, атаңызды ұмытсаңыз, қазақтығыңыз да, ұлттығыңыз да барлығы бүттіл дербестігіңізде, тәуелсіздігіңізде ұмытылады деген бірақ концепция бар. Сонымен қорыта келген кезде, ең соңғысын бере ғой, ұлы даланың 7 қыры неден тұрады? Өткенін мақтан тұтудан тұрады. Екінші, бүгінін бағалай білуден тұрады. Үшінші, болашаққа сеніммен қарау, оң көз қараспен қарау, болашағыңызға сену. Мына бала жаман, мына бала бет албаты еліктеп атыр, ана шетелге оқуға кетіп қалды, бәлен түгін. Мәселе онда емес, олар шетелге барсын, оқыңыздар, кез келген шетелде өз үйлеріңізде жүріңіздер, бірақ өз топырағыңызда кім екендігіңізді ұмытпауыңыз керек. Ол сенімділік деген сөз. Содан кейін табысқа жету, 7 қырдың бір принципі. Одан кейін ұлттық бірегейлікті қалыптастыру.
жеріңіз де, еліңіз де, біліміңіз де, бала да, ата да, бәрі бірегей ұлт қазаққа бағынғанда ғана ұлттық бірегейлік жеті қырдан айтқандай толық жүзеге асады. Енді бір қызығы, Елдес Омаровтың педагогтық тіл танымдық мұрасының концепциясына келейік. Ол айтады, бірінші тарихи танымды игеру керек дейді. Тарихқа жүгініңіз дейді. Екінші, білімді жетік меңгеріңіз дейді. Ол бүгінгі бағалай білумен тұспа-тұс келіп тұр. Озық үлгілерді білу дейді. Озық үлгілер деген солықта бет албаты еліктеу емес, қазіргі кімнің бойында, ұстазыңның бойында, өзіңнің бойында, немесе атаңның бойында қандай озық қасиеттер бар. Өркениет сонда жатыр, оның жүрегінде жатыр. Мәдениет сол өзіңнің үйде отырған әжең мен атаңда жатыр дейді. Сол озық үлгілерді меңгеру арқылы сен толық адам боласың дейді. Келесі ұстанымы нәтижелік пәнаралық байланысты игеру. Неге ол кісі барлық пәнмен айналысқан? Физика, алгебра, геометрия, тарих, тілтану, аудармашы, көрдіңіздер ме? Соның барлығында байланыстырып отырған кезде ғана қоғамдағы адам бақытты болады дейді. Өйткені адам бір жақ қана теорияны білгенмен бақытты болмайды. Білім ол жинақталған білім. Қазіргі 21 ғасырдағы интеграциялық білім. Келесі, ұлттық ынтымақтастықты арттыру. Ахмет Байтұрсыновпен өзінің әріптестерімен бәрімен араласа жүріп, бірақ солармен айтса да жүріп, өзінің пікірін дәлелдеп, өткенде ғана Телжан Шонановқа қатысты үлкен әңгіме болды. Соның барлықтарында осы біздің ұлыларымыздың ұлылығы барлығы универсал тұлғалар. Сөйтіп отырып, қазақтың жер үшін, ғылымы, білімі үшін күресіп, қазіргі біздің 21 ғасырдағы қазақ елінің ұлттық санасы мен ұлттық кодты сақтаудың тамырын, негізін салған. Тек бізге парызымыз осы айтып кеткен ұлылардың бүткіл ұстанымын жүзеге асырсақ, ұлттық санамыз да болады, ұлттық кодымыз да сақталады, қазақ елінің, қазақ тілінің мәңгілігі де сақталады. Рахмет.